жаңағы осы 15-ші аумаққа түсетін бюджетті жұлып алатын азаматтың орнына жай мақұл деп былай отыратын адам барып қалуы мүмкін. Солай болмасын десеңіздер, сіздің аулаңыз, сіздің көшеңіз, сіздің суыңыз, аумағыңыз жаңарсын, тазарсын, жолы жөнделсін десеңіз, ертең 19 күні 9-да, 5-те, 8-де, 7-де демей ақ қойып, 9-да тұрып, түске дейін дауыс беріп тастау керекпіз Дастанұлына. Рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса, айтар қосарларыңыз болса, қонақ ретінде Назима Жуанова. Өзім пікірімді білдіріп өтейін енді. Представьте сначала вас, таныстырыпсызды. Жоқ, мен өзім айта берем, өзім таныстырам. Қайырлы күн. Барлықтарыңызға мына жерде енді қарап отырсам көбісі жастар екен, ол өте қуантады. Өйткені қазір жастардың бәрінің өзінің ой пікірін білеміз ғой, уақытпен санасады, жаңағындай көбісінің уақыты жоқ. Шын мәнінде өзгерісті біз шынымен осындай жастар қалап тұрса, ол болады деген сөз, яғни. Өте қуаныштымын сіздерді көргеніме. Есімім Назима болады, Назима Дәрменқызы. Мен бүгін енді бір жағынан кеше жариялаған кезде өзім ойлағам, өйткені өзімнің басқа жоспарларым болды, біткеннен кейін міндетті түрде шығамын деп, қолдау білдіруге әрдайым дайын екенімді, басқа жаңағыдай әлеуметтік желі, мен ол жаңағыдай өзімде кандидат екенімді айтпай-ақ қояйын бұл жерде, бірақ алайда мен үнемі жаңағындай өзіміздің арамызда шын-шынайы, адал, әділ еңбек етіп жүрген азаматтарға мен үнемі қолдау білдіремін. Өйткені ол азаматтар мейлі кім өтсе де ондай әділ, адал жолда жүрген азаматтар өзгеріс алып келе алады. Сосын жаңағы бір мынандай ұғым бар. Қазір көбісі айтып жүр ғой, бизнесмендерді таңдамаңдар деген сияқты. Мысалы, ол бизнесін қорғауға барады депутаттыққа дейді. Біреулер айтады, мәселен жаңағы билікте бір мекемені басқаратын азаматтар, енді олар да ертең бюджетті қадағалайтын депутаттар болғаннан кейін, ертең оның тыныш отыр десе бір жаңағыдай бір қоя салатын әрекеттер байқалады деген ұғым бар. Жоқ емес, оны жасырмау керек. Сондықтан енді бұл жерде бізде Исламбек бизнесмен емес, ешқандай. Бір осы бизнесін қорғайын деп жатыр. Бюджетті дәл осының бизнесі өрбіп, андай өсіп кететін жағынан ертең қолдау көрсетіп кетеді. Жаңағы тек қана жол салайық дейтін, бұл жол салатын жігіт емес. Негізі де ондай компаниясы жоқ. Шынайы халық үшін еңбек етіп жүрген азамат. Бұған дейін қоғамдық кеңесте болды біздің облыстық, енді сіздер біле бермейтін шығарсыздар. Ол жерде де көптеген мәселелер, жаңа өзі айтып отыр ғой, қаншама миллиардтың бюджетті үнемделуіне өзінің үлесін қосты. Жылап келіп, көмек сұраған азаматтарға жарияламай-ақ, көрсетпей-ақ жасап жүрген істерін де айтуға болады. Енді көп жақсылықты негізі былай жариялап айта бермейді ғой. Шын мәнінде жекелей келген азаматтарға да құр қол қайтармай жаңағындай үнемі өзінің заңгерлік кеңесінің өзінің заңгер деген дипломы да бар, мамандығы да заңгер. Сондықтан мысалы мен заңгер емеспін, сондықтан мен Исламбек сияқты толық отырып алып заңдық жағынан кеңес беремін деп айта алмаймын. Өйткені нағыз маманы өзінің заңдық кеңесін де береді. Сондықтан мен не үшін бұны сіздерге айтып жатырмын? Мүмкін сіз бұл жерде бір адам естейсіз, сіздің 10 танысыңыз бар, сіздің туысқан көршілеріңіз бар. Егер де жаңағындай бір жаңашылдық болсын десеңіздер, шын мәнінде бір ашықтық, шын мәнінде неге бір әділетті Қазақстан деп бәріміз айтып жатырмыз. Әділетті Қазақстан деген ол бір қағаз жүзінде, немесе бір жаңағындай бір кәдімгідей жоспар, немесе бір ол проект болып өтіп кетіп қалмау керек бізден айналып. Шын мәнінде көрейікші, неге көрмеске? Біз партиялық тізіммен онсыз да келіп жатыр. Азаматтар ренжімей қойсын, ешкімге тіл тигізгім келмейді. Бірақ сөйте тұра, мысалы, болды ғой мүмкіндік, 30 жыл мүмкіндіктер болды ғой. Қандай өзгерістер алып келді? Мысалы, көп сайлау алды бағдарламаларды мен алып қарап отырмын, қазір кандидаттарын. Қарап отырып күлкім келеді. Мен анау істеп берем, мынау істеп берем. Бұнда бізге не үшін президент керек, не үшін бізге мемлекеттік бағдарлама керек, олар істеп беретін болса барлығын. Оның барлығы жай әшейін бір керек десеңіздер, мынау сайлау алды, тура кандидат болған кезде әлеуметтік желіге тіркеліп жатқан азаматтарды көріп жатырмық. Өзіміз таңғалып, ой Аллай, осындай адамдар да бар екен ғой, мынандай кандидаттар бар екен ғой деп, жаңағыдай білмеймін, енді ол жаңағы анау Абайдың өзі айтады, ұяты жоқ адам ол парасатты адам емес деп. Сондықтан
ұят та бар, басқа да бар, 100% айта аламыз. Сайлау өтіп кетер. Мен бір ғана нәрсені айтқым келеді. Мен анаған дауыс бер, мынаған дауыс бер демей ақ қояйын. Сайлау өтеді, кетеді. Алайда жай ғана бір Исламбекті алсақ, Исламбек қалады. Таразда қалады. Оның жұмыс бағыты өзгермейді. Ол жаңағы мен айтқандай кәсіпкер емес ол жаңа қой болды. Агитацияны жаптық, бітті, мен енді ары қарай бизнесімді істей берейін деп кететін азамат емес. Бәрібір осы қоғамда ол өзінің миссиясын орындайды. Бәрібір осы өзі атап өткен жаңағы жұмыстардың барлығына араласады. Өте дұрыс айтты. Мемлекеттік өзіміздің қаншама бағдарламалар бар, қаншама бөлініп жатқан бюджеттен қаржы бар. Оның бәрін қадағалау, дер кезінде қарапайым халыққа шын мәнінде өзінің мақсатына түбіне жету үшін сол жағынан бюджеттің дұрыс бөлінуі, оның жаңағындай мақсатты жұмсалуын қадағалау керек шын мәнінде. Және осындай азаматтар барса бізде, мен енді ойлаймын, ең болмаса ашық қоғамға жариялап отырады. Мейлі 30 адамның ішінде жаңағы 20 адам қарсы болса да, бір өзі жаңағындай қарсы жаңағы дұрыс десе өзінікін, немесе 30 адамның 29-ы біз дұрыс ақынның или біреудің бір шешімін дұрыс дейміз деп бұл қарсы болса, ең болмаса Исламбек шығып қоғамда айтады ғой ашық. Міне осындай дүние болып жатыр, ертең жауапкершілігі болады өзінің. Ол айтады, мен қарсылық білдірдім деп. Ол ашық информация ғой, мен қарсылық білдірдім деп. Зато соның арқасында халық ненің қайда қалай кетіп жатқанын біледі, ең болмаса дер кезінде көп нәрсені тоқтатуға ықпал жасай алады. Сондықтан сіздерді әрқайсыңызды мен ойлаймын, бұл сайлаусыз да кез келген уақытта Исламбекке хабарласуға болады. Кез келген уақытта сіздер жаңағындай ақпарат құқықтық кеңестер алсаңыздар болады. Кез келген сіздер тем более студент болсаңыздар әсіресе жаңағындай күнделікті сіздерде тұрмыста неше түрлі ауруханаға барсаңыздар да мәселе қазір. Басың ауыр, балтырың сыздап барады да, бірақ аяғында не үшін барғаныңды ұмытып қаласың. Ана жақта жазылып кетесің олардың әр есігінде жүрген кезде. Міне осындай жаңағындай кедергілерге тап болғанда мен ойлаймын, миссиясы ешқашан өзгермейді. Үнемі сіздер хабарласуларыңызға болады. Бұл депутаттықта, кандидаттықта, сайлаусызда сіздерге мен үнемі көмектесе алатын азамат ретінде ұсына алам. Енді бұл жерде тағы бір нәрсені айтып өту керек. Бұның тағы бір еңбегі деп айтуға болады. Өйткені қаншама жыл осы қоғамға белсенді, 10 жылдан астам қоғамда адал еңбек етіп, қоғамға пайдасын тигізгеннің арқасы шығар. Енді біздің Жамбыл облысында азаматтық альянсты басқарып отқан жігіт бізде, сен президентсің, бізде қазір президенті басқарып отыр, жетекшілік етіп жатыр. Ол жерде өздеріңіз білесіздер, үкіметтік емес ұйымдар деген ол өте қиын жаңағы не сала. Ол жақта қаншама менікі дұрыс деген азаматтар жүр. Менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес, сенікі дұрыс деп жаңағыдай әртүрлі әрқайсысы өзінің бастауымен, өзінің айтқанымен жүретін адамдар көп. Өйткені олар заңды тұлға болғаннан кейін солардың барлығын басын біріктіріп ұстап отыру, ол оңай дүние емес. Енді біз осы еңбегі бар, осы күні осы 2 күн бұрын ғана дүниежүзілік үкіметтік емес ұйымдар күні өтті. Соған байланысты біздің Қазақстанның азаматтық альянсының президенті Бану Нұрғазиеваның алғыс хаты бар екен, осы Жамбыл облысына жеткізіп отырған арнайы Исламбекке. Соны мен табыстағым келіп отыр. Енді осындай жағынан қуанттым маған осындай жауапкершілік берілгеніне. Алғыс хаттың мәтінін оқып өтейін. Құрметті Дастан Исламбек Дастанұлы, Қазақстанның азаматтық альянсы сізді дүниежүзілік үкіметтік емес ұйымдар күнімен құттықтай келе, сізге еліміздің кәсіби азаматтық секторын қалыптастыруға үлес қосқаныңыз және әрдайым белсенді ұстанымыңыз үшін шынайы алғыс білдіреді. Бұл мүмкін бір жай ғана алғыс хат шығар, енді кейбір азаматтар үшін, Исламбек үшін де, бірақ бұның артында қаншама еңбек бар, үлкен еңбек бар. Жаңағы мектептің директорына немесе бір аудан әкімінен, қала әкімінен де алуға болады, алғыс хаттың түр-түрлі медаль да тағуға болады. Бірақ дәл осы жаңағы тәуелсіз, ешкімге бағынбайтын, шынымен осы Қазақстанның гүлденуіне әрқайсысы өзінің бір үлесін қосып отырған, жақсы бір жаңағыдай жасап жатқан кірпішін қалауға еңбегі сіңіп жатқан
азаматтық альянстың бағалауы ол меніңше ол өте үлкен құрмет. Рахмет. Енді негізі біздің штаб бар. Штаб телецентр 14-те орналасқан. Қазіргі біз уақытта баннерін дәу жазуын несін бәрін заказ беріп қойдық. Енді алдағы уақытта шығып не істейді. Өйткені 10-та шығуына қаражат керек. Кішкене қаракеттер қиналып кішкене не істеп жүргеніміз бар. Енді ағайын туыс бар, достар бар, звондап жатыр, біліп жатыр, ойбай не көмек керек, не істейік деген секілді. Еще тағы нәрсесі бар, сайлау туралы заңға сәйкес ешкім былай апарып, бүйтіп сала салып, бүйтіп алып бере салуға ешкімнің ондай несі жоқ. Біз ақшамызды алуымыз керекпіз, одан өз шотымызға салуымыз керекпіз, ол шоттан алып қайтып алуымыз керекпіз, банкке ақша төлеп, одан бар төлеуіміз керекпіз, төлегеннен кейін оның құжаттарына қайтып тикке барып өткізуіміз керекпіз. Ой, оның анау арасында жаңа айтты ғой, футбол деді ғой, бүйтсе, футболдың арасында жүгіруге тура келіп тұрады. Енді осы жерде Айнұр Нұртайына жаңа алғыс хаттар бар ғой келген, иә. Кейін ба? Аха. Рахмет. Мен қорытындылайық. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Ойларыңыз бар ма? 1 сағат. Рахмет. Құрметті кездесуге келген қонақтар, құрметті жастар, құрметті сенімді өкілдер, құрметті Исламбек. Әрине, бағана айттық қой, депутат деген кім деп? Ол қоғамдық қызметші. Әсіресе аудандық, қалалық, облыстық мәслихаттағы депутаттар қалталарына қаржы салмайды, ай сайын айлық алмайды. Олар өкінішке орай жартысынан көбісі бүгінге дейін, биылға дейін ұйықтап жүргенін көзіміз көрді, көңіліміз қаяу түсті. Енді өзгеріс енгізетін кез келді. Жаңа Қазақстанды жасаймыз десек, сол креслода оянып отырып, жай қолын бүйтіп көтеріп емес, басын көтеріп, сөз сөйлеп, шын қаражаттың қайда кету керек екенін білетін, және оны сол нәтижеге жеткізетін адамдарды сайлау керекпіз. Мен есім Асат болады. Жаңа өзіңіз айтасыз ғой, жаңа Қазақстан жасауымыз керек деп ше. Ол жаңа Қазақстан жасау тек жолдарды жөндеу немесе халыққа бір пайданы тигізуде ғана емес қой. Тәлім, тәрбие беру керек. Енді қазір көбісі айтып жатыр, что үлкендердің өздері де болашақ осы жастардың қолында деп. Бірақ біз жастарға қазіргі бізге үлкендерден алатын тәлім, тәрбие жоқ. Бәріміз тек интернетпен өзіміз тәлім, тәрбие алып жатыр. Сол үлкендердің сөздері бізге керек. Жаңа Қазақстанды жасайтын болсақ, жаңа тәлім, тәрбиені де бірге алу керек қой. Соған өзіңіздің ойыңыз қалай? Өздеріңіздің, бәріңізге болса сұрақ. Жоқ, жақсы. Кімнің ойы болса да. Өте дұрыс. Бағана бергі ағайларың мемлекетті құру үшін 3 нәрсе керек деп айтты, ұстап қалу үшін. Кім не деп айтты? Мемлекетті ұстап қалу үшін құрып не керек деп айтты? Рух керек деді. Ана жігіттен сұрау. Соңына қарай келдің ба? Басшы керек деді, экономика керек деді, сосын рух керек деді. Бірінші айтылған екеуі кез келген уақытта сынып кетеді, жойылып кетеді, жоқ болып кетеді. Бірақ ойдағы рух жоғалмау керек деді. Сондықтан рухты болыңыздар, рухтарыңыз жоғалмасын. Тәлім, тәрбиені беру керекпіз, дұрыс айтасыз. Бұл кісілер мойындап отыр. 90-ға дейінгі туылғандардың барлығы мойындап отыр. Құлдық сана біздің бойымыздан кетпей жатыр. Өйткені біз кеше қорқып өмір сүрдік. 70 жыл біреудің жетегінде жүрдік. Бірақ өзгеретін уақыт келді. Тәлім, тәрбиені қазір сол 70 жыл бойы біреудің жетегінде жүрген адам бере алмай жатыр, өкінішке орай. Дұрыс па? Бірақ қазір республикада өзгерістер болып жатқанын байқаймыз. Мүмкін сіз көрмеген шығарсыз. Қазір әкелердің басын қосайтын жиындар көп болып жатыр. Шын мәнісінде, мектептерде. Бұрындары жиналса кім барушы еді? Ата-аналар жиналысына. Тек аналар бар. Мен 2 рет бардым баламның жиналысына. 80% аналар келеді. Сөйтеді, аналардың көзінше класс жетекші, еркектердің көзінше қыздарын жамандайды, ұлдарын жамандайды. Ол дұрыс емес. Осының барлығы қазір өзгеріске еніп жатыр. Жаңағы сізге айтылатын тәлім, тәрбие. Ер балаға, ер азаматтар, қыз балаға, әйел азаматтары берілетін тәлім, тәрбие. Бұл ұлттық тәлім, тәрбиеді, шындығына келгенде. Біз кешегі анау барлығы бірдей теңестірілген деген дүниеде өмір сүрдік, өкінішке орай, орыстан. Ал қазір көптеген сол заманның кесірлерінен алып өзімізді шығу
қазір жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қаншама кинолар жарық көріп, қаншама жақсылыққа итермелейтін видеороликтер дүниеге келіп жатыр. Зар заман деген кино бар. Исламбектің ұсынысы бойынша. Тар заман, кешіріңіздер. Исламбектің ұсынысы бойынша көргендер бар ма осы жерде жастар? Мысалға да бір адам айтқан жоқ көрдім деп. Көрдіңіз ба? Ау. Бүгін көре алмай қалуларыңыз да мүмкін, иә? Или әлде көре ала ма? Әлде көріп бар ғой? Бар ма? Мен көрдім, мен көргеннен кейін бір аптадан кейін алып тастады YouTube-та. Енді әлі де шығып жатса, көрулеріңізге ниет білдіреміз. Одан кейін де қаншама ұлт ұстазы деген кино шығып жатыр. Отыра беріңіз. Иә. Біздің мынау Міржақып туралы түрлі сондықтан мүмкіндігінше мемлекет тарапынан да осы ағартушылық жағынан да тәлім тәрбие беруге тырысып жатыр. Ал депутат ол нәрсені жасай алмайды. Мен енді осы жерде қысқаша айтайын, жаңағы тәлім тәрбие туралы айтты ғой. Мен тәлім тәрбиені бір ақ нәрсемен көремін. Мен дұрыс болсам, балам дұрыс болады. Мен дұрыс емес болсам, балам дұрыс емес болады. Бұл жерде ойбай мен қоғамды бүйтіп өзгертіп кетем, тәлім тәрбие беріп кетем деп мен өтірік біреудің несіне мен кешіріңіздер. Бүйтіп өтірік айта алмаймын. Менің артымдағы өсіріп жатқан, тәрбие беріп жатқан, ойымды айтып жатқан, шай ішіп жатқан кезде былай отыр деген балалардан ғана көрдім. Болды. Басқа нәрсе, ең нәрсе отбасынан басталады. Біз деген дәу нәрсеге ұмтыламыз да, кішкентай нәрседен болады. Сол үшін кішкентай отанымызды қорғай білейік, және кішкентай отанымыз үшін қызмет жасайық. Болды. Басқасын бәрі өзі келеді. Бірақ мен тәрбие туралы айтқаннан кейін менің бұл темам ғой. Мынандай қазақта айтады 13-те отау иесі дейді. Ораздының баласы 15-інде баспын дейді, оңбағанның баласы 30-ында жаспын дейді. Сондықтан мен осына облыстық ақсақалдар алқасының төрағасы бастаған ақсақалдардың жиынында айтқам. Бір қылмыс жасалды Амангелді ауылында балалардың арасында. Сол жерде бәрі жиналып балаларды қалай тәрбиелейміз деген сөз сөйлеп жатыр. Мен отырдым арт жағында. Содан жаңағы төрағасы көріп қойды да, Берік сен не айтасың деді. Мен айтпаймын ештеңе дедім. Айтсашы деді. Мен айтсам біз оңдырмаймыз деді. Оңдырмаса оңдырма деді. Сонымен айтқанда сіздер бағанадан бері жастарды қалай тәрбиелейміз деп ойланып жатсыздар. Мен басым қатып отырмын, шалдарды қайтып тәрбиелейміз дедім. Шын негізінде балаларым, алтындарым. Шын негізінде сендерді тәрбиелейтін ата-ана, ақсақалдар жоқ. Мен оны жүрген жерімде айтамын. Бірақ біздің заманымызда болған сендерде үлкен бір құндылық бар, ақпарат бар. Бүкіл әлем алақандарыңда тұр. Енді осыдан мынандай нәрсе бар. Не жақсы, не жаман, ерік сендерде. Қазақ айтады, көзден кірген, құлақтан кірген жүрекке барып балалай, жүректен ауыз арқылы шығады. Нені қабылдадыңдар, сол болып өсесіңдер. Қазақ айтады, не ексең, соны орасың дейді. Не берсең, соны аласың дейді. Жаман нәрсе көрдің ба, жаман болып өсесің, жақсы нәрсе көрдің ба, жақсы болып өсесің. Сондықтан да 13-те отау иесі дегенде 13-те үйлен деп тұрған жоқ. 13-та сен балиғатқа толасың, өз-өзіңе жауап бересің. Шариғаттың заңы бойынша да 13-тегі балаға әкесі жауап бермейді. Сөйтіп қазақтар 15-інде сауыт кигізіп, ер тұрманын дайындап, баласын атқа отырғызып жауға жіберген. Әне күні мен бір жерде отырып бір қиын әңгіме естідім. Бір кәсіпті айттым бір жігітке, жас жігітке. Сөйтіп айттым, балаң уже 13-ке, 14-ке бала сияқты, мына кәсіпті істемейсің ба, қасыңда көмекшің бар ғой деп едім. Мамасы айтты. Жоқ, балам жұмсауға болмайды екен деді. Неге деді? Мен түсінбейді екенмін. Әне күні мектепке психолог келді де айтты, оказывается, баланы жұмсасаң, ол асыл өліп қалады екен деді. Жарығым, айналайын, келінжан, мынаны балаңның көзінше айтпа дедім да. Осындай қазір бізді арандату деген бір нәрсе болып жатыр да. Қазақ наоборот айтады, балаңды аясаң аяма дейді. Балаң ертең үлкен қоғамда, мына қым-қуыт дүниеде, мына алысып жатқан адамзаттың, мына қауымның заманның ішінде сол ағыммен лесіп кетсін, сол үлкен қоғамдағы қиындыққа бой үйреніп кетсін, сол жерде өзін алып шыға алатын бір тұлға болсын десең, онда балаңды аяма деп тұр да. Жұмса, оқып, сал қиындыққа.
отқа сал, суға сал, сол кезде ол ертең піскен азамат болады да. Біз де қазір үпәй болып кеттік біз. Сондықтан да мен ылғи айтамын, мына әке-шешелерден айналайын, көп жерде сыйлайсың, оны сыйлама деп айтпаймын, оларға қамқор боласың. Баяғыда қазақ айтқан, әкең жынды болса байлап бақ деп. Бірақ сендерге әке-шешеден басқа ақпаратты көз жетеді. Сен кімді тыңдап жатсың? Сен нені тыңдап жатсың? Неден үлгі алып жатсың? Бүкіл әлем алдарында. Сондықтан қарапайым нәрсе. Тыңдағандарың мен көргендерің дұрыс болу керек та. Осақ. Басқа ештеңе айта алмаймын мен. Уақытта біраз уақытқа таяп қалды. Сәл бағдарламадан ауытқып бара жатқан сияқтымыз дегенмен, бұйыртса 19 наурыз барлығымыз баратын, осында 18-ге толған азаматтар отыр, барлығымыз баратын сайлау күні келе жатыр. Сол сайлау күнінде бағана біз айтқан біздің кандидат көп түкірсе көл дейді. Көпшілік болып бір жағадан бас шығарып, бір жеңнен қол шығарып, бұйыртса біздің кандидат Дастан Исламбектің депутат болуына дауыс берейік. Рахмет, болды. Сау болыңыз.